Қайырлы күн баршаға. Дәл қазіргі сәтте сізге өміріңізде не жетіспейді? Әдеттегідей суреттік тесттен өтіп көруге шақырамын. Мұна алдыңыздағы суретке қарап, өзіңізге ұнаған біреуін таңдап алыңыз. Енді жауап варианттарын тыңдаңыз. Нөмірі бірінші сурет. Сізге өзгеріс қажет. Сіздің өміріңізде осы қалыптасып қалған орта, сенімді негіз бар. Бірақ таныс ортамен қалыптасқан ортаны өзгертетін кез келді. Сізге бәрін бұзып қайта тұрғызудың қажеті жоқ. Бірақ аз-маз жөндеу жұмыстары қажет. Бұл өміріңізге жарқын түстер мен жаңа тәжірибелер қосады. Жаңа перспективаларға жол ашады. Сондай-ақ өзіңізді жаңа, басқа қырыңыздан көруге көмектеседі. Сізге тіпті киім үлгісі мен шаш үлгісінен сырт келбетіңізден бастауға кеңес береміз. Немесе жаңа білім мен жаңа дағдыларды қалыптастырудан бастаңыз. Бәлкім сізде орындалмаған армандар мен жоспарларыңыз бар шығар. Алға қадам жасауға ешқашан кеш емес. Нөмірі екінші сурет. Сізге бейресми, жаныңызға жақын, эмоционалды қарым-қатынас қажет. Сіздің ішіңіз айтылмаған әңгімелер мен сыртқа шықпаған өкпе-ренішке, шешілмеген мәселелер мен көптеген сыртқа шығара алмай жүрген ақпараттарға толып қалған. Сондықтан да жаныңызға жақын және сізді түсінетін адаммен ұзақ әңгімелесуіңіз қажет. Жан құрбыңызға қоңырау шалыңыз, немесе жақындарыңызды қонаққа шақырыңыз. Сіз өз проблемаларыңызды өзіңіз ғана шешуден әбден шаршағансыз. Сол себепті көмек пен кеңес сұраудан тартынбаңыз. Нөмір үшінші сурет. Сізге жаңа әсерлер қажет. Сіз өмір біртүрлі қызықсыз, бір орында тұрып қалғандай сезінесіз. Сізге жағдайды өзгертіп көруге, саяхатқа шығуға, қонаққа баруға кеңес береміз. Тіпті ең аяғы жұмысқа күнделікті баратын жолыңызды өзгертіп, басқа жолмен жүріңіз. Жиһаздардың орнын ауыстырыңыз, пердені ауыстырыңыз, жаңа фильм көріңіз, немесе жаңа музыка тыңдаңыз. Жаңа адамдармен бас қосудан тартынбаңыз. Бәлкім сіз жаңа нәрселер үйреніп көргіңіз келетін шығар. Мәселен, атқа міну секілді, немесе суға жүзу тағы сол сияқты. Нөмірі төртінші сурет. Сізге алға қарай шақыратын, сізге күш-қуат беретін жаңа арман, мақсат керек. Сіз өмірде көп нәрсеге қол жеткіздіңіз, алайда қазір тоқтап тұрсыз және бұл сізге мүлдем ұнамайды. Бұрынғы армандарыңызды еске алыңыз. Барлығы орындалды ма? Бәлкім бұрындары сізге қол жетпестей болып көрінетін нәрселердің дәл қазір сәті туып қол жетімді болып тұрған шығар. Өз ұмтылыстарыңыз бен қиял фантазияларыңызға да ерік беріңіз. Өзіңіздегі бар тәжірибеңізге сүйене отырып, оларға да қол жеткізуге күшіңіз бен ресурстарыңыз жеткілікті. Номері бесінші сурет. Сізге дәл қазір еркіндік сезімі жетіспейді. Сіз ұзақ уақыт бойы өзге біреулердің ережелерімен өмір сүріп, солардың құрған нормаларына бағынып келдіңіз де, өзіңізді өз өміріңіздің қожайыны ретінде сезіне алмадыңыз. Ойланыңыз, сізге шын мәнісінде не қажет? Сізді борыш пен жауапкершілік сезімдері жан-жағыңыздан шектемесе, сіз не істеген болар едіңіз? Бәлкім ешкім емес, өзіңізді өзіңіз тығырыққа тіреп жүрген шығарсыз. Нөмірі алтыншы сурет. Кейінгі кезде өміріңізде сізді шатастыратын көптеген оқиғалар болды. Енді бәрі өз орнына келеді. Сізді керемет жаңалықтар, қуанышты жаңалықтар күтіп тұр. Ең бастысы әдеттегі ырғақпен өмір сүре беріңіз және сәттіліктің сізге күліп қарайтын сәтін күтіңіз. Аздан бастаңыз, күн сайын өзіңіз үшін жағымды бір нәрсе жасауды әдетке айналдырыңыз және басқаларға да сізге қамқорлық жасауларына мүмкіндік беріңіз. Сонымен тесттің нәтижелері сізге ұнады ма? Пікір бөлімінде бөлісе отырыңыз. Егер де бізге тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп және қоңыраушаны баса кетіңіз. Біздің арнамыз пайдалы психология арнасы. Көріскенше күн жақсы болсын.